Сәлем достар, біз бүгін сіздермен жүректің оң жақ және сол жақ қарыншаларының гипертрофиясы туралы талқылайтын боламыз. Ең алдымен сіздермен жүректің құрылысын бір қайталап өтейік. Жүрек деп алатын болсақ, ол 4 бөліктен тұрады. Оң жақ қарынша, сол жақ қарынша, оң жақ жүрекше және сол жақ жүрекшеден тұрады. Жүректің осы 4 құрылымның ішінде ең жиі кездесетіні ол сол жақ қарыншаның гипертрофиясы. Гипертрофия дегеніміз осы бұлшықетті қабатының қалыңдауын айтады. Енді қандай кезде гипертрофия болады? Егер жаңа туылған балаларда жүрек ақауларымен туылатын балалар болатын болса, немесе артық салмағы бар үлкен адамдарда, мына жерде митральды клапан орналасады. Осы митральды клапанның жетіспеушілігі бар адамдарда, яғни митральды клапанның жетіспеушілігі дегеніміз сол жақ жүрекшеден сол жақ қарыншаға қан өткен кезде митральды клапан жабылып қалу керек, яғни ол былай ашылып жабылып тұрады ғой. Қан өткен кезде ол жабылып қалу керек. Ал митральды клапанның жетіспеушілігі кезінде ол ашылады, бірақ до конца жабылмайды да, ол орын ашық қалады. Сол кезде нагрузка сол жақ қарыншаға көп түседі. Соның әсерінен бұл сол жақ қарыншаның гипертрофиясына алып келеді. Сонымен қатар атеросклероз деген сияқты аурулардың барлығы, артериальная гипертензия, олар осы сол жақ қарыншаның гипертрофиясының бірден-бір себептері болып табылады. Және екінші тақырыбымыз бұл оң жақ қарыншаның гипертрофиясы. Ол да сондай туа пайда болған жүрек ақаулары кезінде, жалпы жүрекке нагрузка шектен тыс түскен кезде пайда болатын ситуация бұл бізде қарыншалардың немесе жүрекшелердің гипертрофиясы болып табылады. Ендеше сол жақ қарыншаның гипертрофиясы өте жиі кездеседі деп айттым. Себебі сол жақ қарыншадан қолқа шығады, ал қолқа үлкен қан айналым шеңберін бастайды. Үлкен қан айналым шеңбері арқылы қолқа бүкіл организмге қанды айдап отырады, яғни қолқадан бастау алып отырады. Соның салдарынан ол жерде қысым өте жоғары, сондықтан сол жақ қарыншаға қысым көп түскендіктен бұл жер гипертрофияға ең бейімді жүректің бөлігі болып табылады. Ендеше сол жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде ЭКГ-да қандай өзгерістер болады? Осыларға тоқталатын болсақ, бізде негізі сол жақтағы тіркемелер және оң жақтағы тіркемелер дегеніміз бар. Сол жақтағы тіркемелерге негізінен стандартты бірінші тіркемеміз, AVL тіркемеміз және V5, V6 тіркемелерін жатқызамыз. Не үшін деген сұрақ туындауы мүмкін. Біз сіздермен алдын ЭКГ тіркемелерін орналастыру сабағында V5 пен V6-ны кеуденің сол жақ бөлігіндегі қолтықтың алдыңғы және ортаңғы сызықтардың тұсына қоямыз деген болатынбыз. Яғни бұл, мысалы, мына жерде жүрек орналасқан болса, сол жүректі сол жақ бөлігінен қарайтын электродтар, яғни соның салдарынан V5 пен V6 жүректің сол жағында болып жатқан ақауларды анық көрсете алады. Яғни сол жақ қарыншаның гипертрофиясын сол жақтағы белгілерге қараймыз. Оны өздеріңіз конспект ретінде жазып алсаңыздар болады. Сол жақ тіркемелер 1-де, AVL-де, V5, V6-да R биік болатын болса, бұл гипертрофияның ең бірінші белгісі. Мына жерде сіздерге көрініп тұрған болар. 4-тен бастап R биік деген, және 5-те R одан да биік, және 6-да ең биігі болып тұр. Яғни R-лердің кезектесе биіктеуі бұл сол жақ қарыншаның гипертрофиясының белгісі. Сонымен қатар, сол жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде осы R-лардың биіктігі, яғни R тішелердің биіктігі кезектесе жоғарылауы мүмкін, немесе 5-ші тіркеме ең үлкені болуы мүмкін. Яғни 4-те R үлкен, 6-да R үлкен, және 5-те ең үлкені болуы мүмкін. Ол да сол жақ қарыншаның гипертрофиясының белгісі. Сол жақ қарыншаның гипертрофиясының ең бірінші белгісі R тішелерінің биік болуы. Ендеше екінші белгісі сол жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде 3-ші тіркемеде, 3-ші стандартты тіркемемізде, AVF-те, V1 мен V2-де S тішелеріміз терең болады. Ендеше тексеріп көрейік. 3-ші тіркемеміз, P, Q, R, мына жерде S тішеміз көріп тұрсыздар, терең болып тұр S тішеміз. Және AVF-ке барамыз. P тішеміз,
QR S тішеміз. S тішеміз терең болып тұр. Және V1 мен V2-ге мән береміз. V1-де R S тішеміз терең. V2-де де R кішкене, ал S тішеміз терең болып тұр. Бұл жүректің сол жақ гипертрофиясының екінші белгісі болып табылады. Осымен сол жақ қарыншаның гипертрофиясы аяқталды. Ендеше оң жақ қарыншаның гипертрофиясына көшеміз. Оң жақ қарынша мен сол жақ қарыншаның гипертрофиясының айырмашылықтары өте оңай. Жаңа айттық. Сол жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде бірінші AVL және V5 V6 тіркемелерінде R биік болады деп айтқан болатынбыз. Ал оң жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде бірде AVL-де V5 V6-да енді S тішесі терең болады. Яғни бірінші тіркемеміз AVL және V5 V6-да S тішесі терең болады. Ал сол жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде бұл тішелерде R тішесі биік болған еді, ал оң жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде олар терең болады. Ендеше тексеріп көреміз. Бірінші стандартты тіркемемізде PQRS S тішеміз терең болып тұр. Енді AVL-ге барамыз. P теріс болып тұр. QR S тішеміз терең болып тұр. Бір кетті, AVL кетті. Ендеше V5 V6-ны тексеріп көреміз. V5-ші тіркемемізде P бар, Q, R биік және S терең. S терең. V6-ны көреміз. P тішесі Q, R және S терең орналасып тұр. Яғни бұл оң жақ қарыншаның гипертрофиясын білдіреді. Ендеше оң жақ қарынша гипертрофиясының екінші белгісі бұл үшінші AVF және V1, V2-де R тішелерінің биік болуы. Тексеріп көреміз. 3-те R тішесі биік көріп тұрсыздар. Ендеше AVF-ті көреміз. AVF-те де R тішеміз биік. Мына жерде де R тішеміз биік. Және V1, V2-ні көрейік. P тішеміз теріс болып тұр. R тішеміз биік болып тұр. R тішеміз биік болып тұр. Яғни бұл оң жақ қарыншаның гипертрофиясының белгісі. Достар, бұл жерде сіздер ажырата білулеріңіз керек. Сол жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде сол жақ тіркемелерде R тішесі биік болады. Сол жақ тіркемелер дегеніміз, ол сіздер сразу естеріңізге келу керек. Сол жақ тіркемелер деген кезде жүректің сол жағын қандай электродтар орналасады, яғни V5 пен V6 орналасады, дұрыс қой. AVL это L, это left дегенді білдіреді ағылшын тілінде, ал AVR это right. R деген right, оң жақ тіркемелер дегенді білдіреді. Соған қарай ажыратсаңыздар болады. AVL яғни жүректің сол жақ бөлігі, AVL, V5, V6 тіркемелерінде R тішесі биік болса, онда ол сол жақ қарыншаның гипертрофиясы. Ал егер осы AVL, V5, V6-да S тішесі терең болатын болса, ол оң жақ қарыншаның гипертрофиясын білдіреді. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Оң жақ және сол жақ қарыншаның гипертрофиясы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.